Барлықтарыңа қайырлы күн балалар. Бүгін біз 3-ші сыныптың қазақ тілінің 23-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, жақсы мен жаманды зерттеймін тақырыбы бүгінгі ә дыбысы. 16-шы жаттығу мәтінді оқы. Экспо бүкіл әлемдік көрме. Ол ең алғаш Ұлыбританияда өткен. Экспо 2017 көрмесін Астанада өткізу Қазақстанның ірі жетістіктерінің бірі. Бұл TMD елдерінде өткен алғашқы көрме болды. Көрменің тақырыбы болашақтың энергиясы деп аталды. Онда күн сайын әлемнің көптеген елдерінің әр алуан іс-шаралары өткізілді. Оның бәрі эфирден көрсетілді. Астында тапсырмалар бар, сол тапсырмаларды орындайық, балалар. Мәтін не туралы дейді, және сұрақтарға жазбаша жауап бер дейді. Мына жерде бізде 3 сұрақ берілген, сол сұрақтарға жауап береміз. Мәтіннен ә дыбысы бар сөздерді тауып жаз. Бұл сөздердің мағынасын дерек көздерден біліп ал. Болашақтың энергиясы тақырыбында болжам жаса және топта талқыла дейді. Бірінші мәтін не туралы? Мәтін бізде экспо көрмесі жайында екен. Келесі сұрақтарға жауап беру керекпіз. Экспо неліктен бүкіл әлемдік көрме деп аталды? Экспо бүкіл әлем бойынша өткендіктен бүкіл әлемдік көрме деп аталған екен. Келесі екінші экспо 2017 көрмесі қайда өтті? Қазақстанда, Астана қаласында өтті. Үшінші көрменің тақырыбы қалай аталды? Көрменің тақырыбы бізде болашақтың энергиясы деп аталған екен. Мәтіннің ә дыбысы бар сөздерді тауып жаз, бұл сөздердің мағынасын дерек көздерден біліп ал дейді. Ә дыбысы бар сөздер бұл жерде бізде экспо, энергия, эфир. Яғни экспо дегеніміз ол бізде кәдімгі бүкіл әлем бойынша өткен көрме. Келесі энергия сөзі ол бізде яғни энергия, жарық, ал келесі эфир сөзі ол былайша айтқанда тікелей эфир екен. Келесі болашақтың энергиясы тақырыбында болжам жаса және топта талқыла дейді. Болашақ энергиясы бұл қазіргі заманның мәселелеріне және болашақтағы шешімдерді болжауға қатысты міндетті түрде шешуге бағытталған, ойлануға нәр беретін ауқымы кең тақырып болған болатын. Дауысты дыбыс. Ол басқа тілден енген сөздерде және сөздің басында кездеседі. Эфир, эскалатор және экипаж сияқты. Келесі 17 жаттығу берілген сөздерді қатесіз көшіріп жаз дейді. Эрмитаж, эстрада, эскаватор, эстафета. Өзім е дыбысы бар, ә дыбысы бар бірнеше мысал айт. Сол сөздердегі ә дыбысы е дыбысы бар сөздермен салыстыр дейді. Енді балалар бірінші эрмитаж, эстрада, эскаватор, эстафета деген 4 сөзді көшіріп жазып аламыз. Енді қараңдар, ә әрпімен және е әрпінің қандай айырмашылықтары бар? Бұл жерде эфир, эскалатор, электр, және е әрпі жел, шәрбет, есеп. Бұлай айтатын болсақ, жалпы айтқанда, е әрпі бізде жіңішке естіледі, ал ә әрпі бізде аузымызды қатты ашуға және де жуан естілетін болады. Эфир, эскалатор, электр өздерің айтып көрсеңдер, айырмашылығы сіздерге түсінікті болады. Келесі 18-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына ә немесе е әріптердің тиісті қойып сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Көшеде электр шамы жарқырайды. Ұшақ экипажсыз орнынан қозғалмайды. Балаларға эстафета ойнау қызық болды. Ә дыбысы бар сөздердің мағынасын түсіндір, осы сөздерге дыбыстық талдау жаса дейді. Яғни бірінші электр сөзі. Электр сөзіндегі ә дауысты жуан, л дауыссыз үнді, е дауысты жіңішке, к дауыссыз қатаң, т дауыссыз қатаң, р дауыссыз үнді екен. Келесі бізде экипаж сөзінде ә дауысты жуан, к дауыссыз қатаң, и дауысты жіңішке, п дауыссыз қатаң, а дауысты жуан, ж дауыссыз ұяң екен. Келесі эстафета сөзі. Ә дауысты жуан, с дауыссыз қатаң, т дауыссыз қатаң, а дауыссыз жуан, ф дауыссыз қатаң, е дауысты жіңішке, т дауыссыз қатаң, а дауысты жуан. Келесі шығармашылық үзіліс 19-шы жаттығу. Шынықсаң шымыр боласың. Эстафета жарысына құттықтау сөз дайында. Ол үшін келесі беттегі сурет пен сызбаны пайдалан дейді. Суретке қара дейді. Балалар, яғни әр баланың шарында сөздер жазылған. Сол сөздерді құрастырып бізге яғни сөйлем құрау, яғни құттықтау сөз құрау керек екен. Құттықтау сөзі шығу үшін шар ұстаушылардың орнын қалай өзгерткен дұрыс дейді. Енді қараңдар балалар, шарлардағы сөздерді пайдаланып мына сызбаны толықтыр дейді. Яғни кімді құттықтаймыз? Біз
жарысқа қатысушыларды құттықтайды екенбіз. Немен құттықтаймыз? Жеңістерімен құттықтаймыз. Қалай құттықтаймыз? Шын жүректен құттықтаймыз. Яғни бізде балалар жарысқа қатысушыларды жеңістерімен шын жүректен құттықтаймыз деген құттықтау сөз шығады екен балалар. Осымен бізде балалар сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.